былай деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Құранды намаздың ішінде оқу абзал дейді. Құранды намаздың сыртынан оқудан абзал дейді. Қараңыз, кім намазда, тахаджуд намазда Құран оқыса, Құранды ұзақ сүрелерді жаттап, Ясин, Мулк, соларды жаттап Құранның ішінде оқыса, ол намаздың сыртында былай оқығандан абзал дейді. Намаздың сыртында оқыған Құран дейді, ол тәсбих санаудан, Субханалла айтудан, тәкбір айтудан, Аллаху акбар айтудан, тахмид айтқандан, әлхамдулиллахны айтқандан абзал дейді. Қараңыз, Құран зикірден абзал. Тағы зикр айту дейді, тәсбиху абзалу мин садақа дейді. Тәсбих санау садақа беруден абзал дейді. Ақшалай садақа беруден тәсбих санау абзал дейді. Субханалла, қандай фазилат. Уас садақату абзалу мин ас-саум дейді. Садақа беру ораза ұстаудан абзал дейді. Субханалла. لا شريك لك لبيك إن الحمد